Ламин Ямаль Насрауи Эбана 2007 жылдың 13 шілдесінде дүниеге келген. Барселона маңы, Каталония, Испания мемлекетінде. Жалпы бейнежазбада Ламин Ямальдың қазақ тілде тың ақпараттар және оның өмірбаянын сіздерге жеткізетін боламыз. Ламин Ямальдың есімінің мағынасы адал, сенімді, турашыл, үміт деген кереметтей мағына береді. Ямальдың әкесі Мунир Насрауи туған жері Марокко мемлекеті, мамандығы бейне кескін жұмысшысы, құрылыс бояғыш. Ламиннің ата-анасы жалпы 3 жасында ажырасқан, алайда 2 бала тәрбиесінде бірге болған. Жалпы әкесі Ламин Ямальды өте мақтанышпен қарайды, өзінің ұлын әр салада үздік деп атайды. Анасы Шейла Эбана туған жері Экваториялық Гвинея Бата қаласы, мамандығы алғашында Макдональдс қызметкері, кейін басқа филиалға ауысып оқиғалар ортасынан көшкен. Жалпы анасы Ламин Ямальды футболға бет бұрушы негізгі салушы қатарына кіреді. Ол Граноллерге қаласына көшіп, Ламинді Ла Торетто футбол клубына 4 жасында жаздырған. Ямальдың әжесі Фатима мароккалық, 90 жылы Тамарадан Испанияға миграцияланған. Ямальдың 2 бауыры бар, әпкесі Бара, інісі бар, 2022 жылы туған інісі. Ламин Ямаль туралы тың деректер. Бұл бірінші ерекшелігі 2 құрлықтың қаны бар. Ямальдың әкесі мароккалық, ал анасы Экваториялық Гвинеядан. Осылайша оның тамырында Африка мен Европа қаны қатар ағып жатыр. Ол өзіне тән ерекше стиль мен темпераментті осы аралас мәдениеттен алған. Ламин жалпы әлеуметтік желіде өте аз отырады. Жас жұлдыз бола тұра, Ламин Ямаль Instagram, TikTok сияқты желілерде аса белсенді емес. Бұл оның кәсібилікке ерте жастан бет бұрғанын көрсетеді. Жалпы жас таланты Ла Масияда ата-анасынан бөлек өмір сүрді. 10 жасында Барселонаның академиясында тұрып, ата-анасынан жырақ өмір сүре бастаған. Бұл жағдай оны ерте есейтті және жауапкершілікке баулады. Бос уақытында FIFA емес тактика көреді. Көптеген замандастары сияқты видео игры ойнағандары нақты ойын анализін жасағанды жақсы көреді. Ол бос уақытында тактикалық шолулар, ойындарды қайта қарау арқылы дами бастайды. Өзі солақай бола тұра, оң аяғымен де шебер. Табиғи түрде сол аяқты ойыншы. Бірақ жаттығулардың арқасында оң аяғымен де дәл пас, соққы жасай алады. Бұл сирек кездесетін қасиеттердің бірі. Ламин Ямаль мектептегі оқуын үзбей жалғастырды. Ол Барселона академиясында жүріп, футболмен қатар жалпы білім беру мектебін де тәмамдады. УЕФА мен клубтың арнайы білім беру бағдарламасына да қатысқан. Футболшының футбол интеллекті ерекше дамыған. Жаттықтырушылардың айтуынша, Ламин тактиканы ересек ойыншылар деңгейінде тез түсінеді. Әр матчтан кейін өзінің ойынына талдау жасайды. Бұл өте сирек кездесетін қасиет жас футболшылар арасында. Жас талант иесі өз эмоциясын жасыра біледі. Ол алаңда сабырлы, эмоциясын ашық көрсетпейді. Көптеген жанкүйерлер оны Месси стиліндегі мінез деп бағалайды. Тыңдаушы емес, айқайлаушы емес, әрекет етуші. Ламин отбасына өте жақын. Ол ата-анасын әрдайым мақтан тұтып, бар табысын бірінші кезекте отбасына арнайды. Интервьюлерде анасы туралы жиі айтып, оған ерекше құрмет көрсетеді. Жалпы 17 жасар талант иесі футболшы болмағанда тарихшы болар еді. Ол тарих пәнінде қызығушылық танытқан, әсіресе Африка мен Испанияның мәдениет байланыстары қызықтырған. Егер футболда жолы болмаса, тарих ғылымымен айналысқысы келген. Тағы соңғы қосып айтары жақсы қасиеттердің бірі бұл тәртіпке өте қатты мән береді. Ла Масиядағы академияда оған үнсіз еңбек етуші деген лақап ат қойған. Киім, аяқ киімін әрдайым тап жанақта етіп ұстайды. Бұл да оның тәртіппен жауапкершілікке қаншалықты байыппенен қарайтынын көрсетеді. Футбол әлемінде жаңа жұлдыздар әрбір 10 жылдықта 1-2 рет ғана пайда болады. 2023 жылдан бастап испандық футболда ерекше көзге түскен жас дарын иесі Ламин Ямаль Насрауи Эбана. Ол жастығына қарамастан Барселона мен Испания құрамасында негізгі ойыншыға айналып үлгерді. Көптеген сарапшылар мен жанкүйерлер оны Месси, Ансу Фати сынды ұлы ойыншылардың ізін жалғастыратын тұлға ретінде көреді.
La Masia Академиясы таланттар ұстаханасы. Ламин Ямаль 7 жасынан бастап Барселонаның әйгілі академиясы La Masiaға қабылданды. Жастайынан техникасы, жылдамдығы және дриблинг шеберлігімен ерекшеленеді. Оның ойыны Месси мен Неймардың жас кезін еске түсіреді. Алғашқы дебют 2023 жылы сәуірде. Небәрі 15 жасында Ла Лигада Бетиске қарсы матчта дебют жасап, Барселонаның тарихындағы ең жас ойыншы атанды. Бұл тарихи сәт Хавидің сенімінің белгісі болды. 2023-2024 маусым бойы негізгі құрамда ойнап, бірнеше гол мен ассист авторы атанды. Чемпиондар лигасында да ойын көрсетіп, Барселонаның болашағы ретінде танылды. Ямальдың ұлттық құрамадағы мансабы 23 жылы қыркүйекте 16 жасында Испания құрамасында дебют жасады. Грузияға қарсы матчта гол соғып, Испания тарихындағы ең жас гол авторы атанды. Евро 2024 іріктеуінде тұрақты ойын көрсетіп, құраманың маңызды мүшесіне айнала білді. 17 жасар ойыншының ойын мәнері мен ерекшеліктері жылдамдығы қарсыласының оңай өтетін жылдам қимылдармен ерекшеленеді. Техникасы, допты аяқпен еркін басқару, тар аумақтағы дриблинг, шабуыл шеберлігі, кенеттен шешім қабылдау, өткір пастар мен соққылар. Жас ерекшелігіне қарамай, психологиялық төзімділігі өте жоғары. Ламиннің Барселонаның тарихындағы ең жас дебют жасаған ойыншы. Испания құрамасының ең жас ойыншысы және гол авторы. Ла Лигада ең жас ассист жасаған ойыншылардың бірі. 2024 жылы Golden Boy Award үміткерлерінің бірі ретінде аталды. Қазіргі сарапшылар, жаттықтырушылардың жалпы ойы, Хави бұрынғы жаттықтырушысы былай дейді: Ламин біздің болашағымыз, оған сенім білдіру клубтың стратегиясы деп атап өткен. Луис де ла Фуэнте, Испания бапкері: Ламин ол ерекше талант, уақыты келгенде әлемдік деңгейде ойнайды деп сипаттап кеткен екен. Ал белгілі журналист атақты Фабрицио Романо, спорт журналисі, Ламин Ямаль Барселонаның келесі супер жұлдызы деп жазып кеткен екен. Ламин Ямаль бұл тек жас ойыншы емес. Ол Барселона тарихындағы жаңа дәуірдің символына айналуда. Оның техникасы, ерте жасында көрсеткен шеберлігі мен өршілі рухы келешекте әлемдік деңгейдегі ойыншы болатынына дәлел болмақ. Жанкүйерлер енді оны тек Ла Лигада емес, Европа чемпионаттарында, Чемпиондар лигасында және әлем біріншілігінде де көруді күтеді. Құрметті достар, біз осымен бейнежазбамызды аяқтаймыз. Егер қазақ тілді арнамыз сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.